мешітімізге намазды жаңадан бастайтын кісілер көп келеді. Солардың сұрақтары өте көп. Кәдімгі дәрет алғаннан бастап намазды қалай аяқтағанға дейін олардың бастары толған сұрақтар. Сондықтан осы хабарымызда барынша намаз оқудың айналасындағы мәселелердің бәрін қысқаша бір қамтып шықсақ, жаңа намаз оқитын кісілер осы материалды тыңдаған кезде толық бір хабар алатындай болса. Дәрет алуға ниет еткеннен бастап түсіндірейікші намазды. Дәретхана әдебінен бастайық. Алхамдулилlah, уассалату уассаламу аля расулилlah. Дәретхана әдебін алатын болсақ, шариғатымыз бойынша сол аяқпен дәретханаға кіріп, оң аяқпен шығу, бұл ислам әдептерінен. Дәретхананың әдебі ретінде ислам дінімізде тазалыққа өте қатты мән бергендігінен, бірінші жеңді түріп, балақты қайырып, аяқтағы шұлығымызды ыңғайлы жерге қойып, болмаса мына балағын қайырған кезде сол балақтың ішіне салып шұлығында қайырып қойса, табуына оңайырақ болу үшін. Бұл бірінші мәселеміз еді. Дәретханаға кіріп, жаңа үлкен немесе кіші дәреттен тазалану, бұл дәреттің шарттарына жатады ма? Үлкен дәрет немесе кіші дәреттен кейінгі тазалық туралы айта кетсеңіз. Үлкен және кіші дәреттен кейінде сумен тазаланған ең абзалы. Бұл бірінші жолы. Егер жағдай қиын болып тұрса, немесе бір күн суықтау жағдай болған болса, қазір дәретхана қағаздары бар, соны қолдануға ыңғайлы болады. Және ер адамдарға тек қана нәжіс шыққан орын ғана тазалауы сол ең маңыздысы. Өйткені кейбір адамдар мындай қате түсінікке баруы мүмкін. Толықтай әр дәрет алған сайын немесе жел шығарған сайында барып, ас дәретті ала беріп, суық тигізіп алу ықтималы бар. Осы нәрсеге бармастан дәретхана қағазын қолдануына рұқсат етіледі. Ал енді су қолдану қиыншылық туғанда үлкен дәретке де тек қағаз қолдануының өзіне рұқсат беріледі. Қай қолмен пайдаланамыз? Ас дәрет алған уақытта сол қолмен қолданғаны ең дұрысы. Әдеп бойынша ислам дінімізде. Ал енді дәрет алу мәселесін тікелей кірейік. Кәдімгі бір осы дәрет алудың үлгісін бір сөзбен суреттеп беріңізші. Бисмилласынан бастап. Дәрет алуға келген адам Алла ризалығы үшін дәрет алуға ниет қылдым деп ниет етіп, ең бірінші қолын білезікке дейін 3 рет жуып алу керек. Жақсылап. Егер сабын болатын болса, алдын ала сабынмен жуып, солай 3 рет қайтарып жуып алғаны ең дұрысы. Одан кейін екіншісі, сол таза қолмен алып, оң қолмен су алып, аузына су алады да, сонымен 3 рет аузын шайқайды. Содан кейін мұрнына оң қолмен су алып, сол қолмен мұрын сіңбіреді. 3 рет болды. 3-3-тен алу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен. Содан кейін 3 рет бетін жуады. Бетін жуған кезде де екі қолмен қолдана беруіне болады. Тек қана оң қолмен деген нәрсе жоқ. Екі қолмен де бетін жуа берсе ештеңе етпейді, болады. Сосын екі қолды шынтаққа дейін жуамыз. Бірінші оң қолды шынтаққа дейін 3 рет жуып аламыз. Сосын сол қолды шынтаққа дейін 3 рет жуамыз. Содан кейін барып басты масих тартамыз. Масих тарту деген басты адамның су қолымен сипауы. Алақанның ішімен басының төбесін шашына жүргізеді де артына дейін алып барып, содан кейін сұқ саусағымен екі құлағын шұқылап тазалайды. Сосын бас пармағымен құлақтың артынан жүргізіп жібереді. Содан кейін тобыққа дейін екі аяқты жуамыз. Бірінші сол қолмен оң аяқтан бастап жуамыз, сосын сол қолмен сол аяқты тобыққа дейін жуамыз. Осылайша дәрет толық алынған болып есептеледі. Дәрет аяқталған болады. Алла разы болсын. Осы жерде қысқа ғана сұрақ, мысалы әсіресе қысты күндері шұлыққа мәсік тарту мәселесін айтып жатады, осы дұрыс па? Бұл шұлыққа мәсік тарту деген нәрсе біздің ханафи мазхабымызда жоқ бұл нәрсе. Ханафи мазхабымыз бұл нәрсені қабылдамаған, тек қана біздің мазхабымыз бойынша мәсіге тартуға рұқсат етілген. Егер ол шұлық болатын болса, ол шұлық мәсінің үкіміндегі шұлық болса, онда жарайды. Мысалға, ол қалың болса, сосын баусыз болатын болса, қойып қойғанда өздігінен тұратын болса, 5544 қадамға жыртылмай шыдау керек жүрген уақытта. Және асты қайыспен қапталған болса, соған рұқсат берілген. Ал басқа түрдегісіне рұқсат берілмеген. Ең дұрысы жуған. Ең дұрысы жуу, ал мәсік тартатын болса, мәсіге тартсын. Мәсік киіп алсын, қазір ыңғайлы мәселелер бар ғой. Ал енді намаз оқуға бет алдық. Осы намаз оқитын жеріміздің тазалығынан бастап, намаз оқуға қатыстысын бастасақ. Кез келген намаз оқимын деген кісі ең бірінші жүзін қыблаға қарату керек. Сол намаз оқиын деп тұрған жері таза болу керек. Өзі жаңа дәрет алғаннан кейін өз үсті басы таза болып есептеледі, және намаз оқитын жері таза болу керек. Кейбір адамдар мына нәрсені ойлайды. Тек қана сәжде жасайтын жеріне мына бет орамалын жайып қояды да, сонымен намаз оқып жатады. Бұнысы дұрыс емес. Намаз оқитын болса, толық астының баршасы намаз оқитын жері таза болуы бұл міндетті.
содан кейін барып ең бірінші жүзін құблаға бұрып қандай намаз оқиын деп жатса сол намазға ниет етеді. Илахи, ниет еттім Алла ризалығы үшін осы пәлен намазының пәленше рикағатын оқуға деп ниет қылып, қолды бас бармақты құлақтың жұмсақтарына дейін көтереді. Сөйтіп көтеріп Аллаху акбар деп қол байлайды. Қол байлау деген сөз бас бармақ пен шынашағының екеуін сол қолдың білезігіне ұстайды да кіндіктен төмен қояды қолды. Сөйтеді да ең бірінші айтылатыны Субханакаллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва та'ала жаддука ва ла илаха гайрук деген дұғаны оқиды. Бұл сана дұғасы деп айтылады. Алла тағалаға бірінші мақтау айтады. Содан кейін барып аузу бисмилласын айтып, содан кейін Фатиха сүресін оқиды. Және Фатиха сүресіне қосымша бір сүре оқиды. Ендеше намаз бастаған кісі алдымен жаттаған кезде осы сана дұғасын, Фатиха сүресін және қосымша бір сүре жаттап алсын. Ең кемі бір сүре білу керек адам. Ал енді 2-3 сүре білсе өзі үшін артықша болады. Сол қосымша бір сүре оқиды. Содан кейін барып Аллаху акбар деп рукуққа барады. Рукуқ дегеніміз бел бүгу. Бас ию деген мағына келеді. Екі қолды тізесіне қойып, арқасы тіп-тік тұратын күйде бас иіп Субхана Роббиял Азим деп 3 рет айтады. Саусақтарымыз тізенің үстінде ашылып тұру керек па, жабық тұру осында сұрайтын кісілер бар. Бұл ыңғайлы халде қояды да, ер адамдардың саусақтары ашық тұрған дұрыс. Одан кейін Сами Аллаху лиман хамидах деп тік тұрады намазда. Бұл тік тұруы денесінің бар реттелі болғанша ең кемі Субханалла дейтіндей уақыт бір тұрып тұрған дұрыс. Бірден кетіп қалмай, кішкене көтеріліп тұрып, содан кейін барып Аллаху акбар деп жерге сәжде жасайды. Сәжде дегеніміз маңдайын жерге қою деген сөз адамның. Және сәждеде жатқан уақытында да қолды такбир алған уақытта қаншалық дәрежеде көтерген болса, екі қолында тура сол дәрежеде қояды да сәжде жасайды. Сәждеге төмендеген кезде алдымен тіземіз түседі ме, әлде қолдар? Ханафи мазхабымыз бойынша және хадистермен дәлелденіп сүннет бойынша бірінші тізе қойылады, одан кейін екі қол, содан кейін маңдай қойылады. Маңдаймен қоса мұрынды да тигізіп тұру, бұл да сүннеттен. Аяқтарымыздың күйі қалай болу керек? Сәждеге барған уақытта екі аяғымыздың өкшелерін бірін-біріне тигізгені әдептен осы. Тигізіп жақын ұстап тұру. Яғни аяқ талтайып ашық күйінде емес, жақындатып бірін-біріне тигізгені ең дұрыс. Аяқ көтеріліп кететін болса намаз бұзылады ма? Аяқ көтеріліп кеткен жағдайда қайтадан түсірсе, басын көтерместен ештеңе етпейді. Бірақ көтерілген күйде түсірмей тұрған болса, оны намазы бұзылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 7 мүшемен сәжде жасауға әмір етілдім деген, онда екі аяқтың ұшы, екі тізе, екі қол, сосын маңдай деп айтқан. Осы 7 мүшемен сәжде жасалады. Көтеріліп кеткен жағдайда түсіріп үлгеру керек. Кейбір кісілер оны өздері сезбеуі мүмкін, бірақ аяқтары көтеріп тұрады, сәждеге барып жатқан кезде оны ескеріп өте мұқият болғанын жөн дейсіз ғой. Иә, бұл өйткені сәжденің парыздарынан. Ал енді біздің білектеріміз жоғары көтерілу керек па? Ер адамдардың жеке оқыған уақытта қолтықтарын ашып, шынтақтарын көтеріп тұрған дұрыс. Ал енді жамағатпен оқыған уақытта қолды жинайды, бірақ шынтақ жерге тимейді, көтеріліп тұру керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде иттің қолын төсеген сияқты қолдарын төсемеңдер деп айтқан. Яғни ит жатқан уақытында толық төсейді, сондай күйде төсемесін деп айтқан. Бірақ әйел адамдарымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдер жинақы тұрсын дегендігінен екі қолын жинап, мына шынтақтары тізесіне тиіп тұрады, жапқан күйде. Олардың әуреттері әуреттері ашылмауы үшін. Осылайша 2 рет сәжде жасалған. 2 рет сәжде жасалады осылайша. Сосын бірінші рикағат біткен болып есептеледі. Екіншіге тұрады. Ал екіншісінде тура солай оқып, отырысқа отырады. Екі сәжденің арасында айтылатын дұға сөздер бар ма? Екі сәжденің арасында білетін кісі болса, Роббихфирли деп 2 рет айтылғаны дұрыс. Екі сәжденің арасында отыру керек, шамалы. Бір сәл отырыс, кідіріс керек. Екі сәжденің ортасында. Осылайша екінші ракатқа қиямға тұрамыз. Қиямға тұрған боламыз қайтадан. Содан кейін тура осы алғашқы рикағатымыз сияқты тура солай оқылады. Содан екінші рикағаттан кейін отыру керек. Бұл отырыс 4 рикағаттық намаз болатын болса уәжіп болады. Ал егер өз таң намаз сияқты 2 рикағаттық намаз болса, онда отыру парыз болады. Отырған уақытында ат-тахият дұғасы міндетті түрде оқылады. Ат-тахияттан кейін соңғы рикағатты есептесек 2 рикағаттық намаз болса, онда артынан салауат айтылады. Соны Роббана атина дұғасын айтып, сәлем беріп намазды бітіреді. Енді кейде алғаш бастаған кісілер осы ат-тахият, салли барик дұғаларын жаттауға үлгермей жүрміз деген секілді уәжді айтып жатады.
осындай қандай жеңілдік бар ма? Әлі жаттап үлгермеген кісілер не істесе болады? Мұндай жаттап үлгермеген кісілер имаммен қосылып намазын оқи беруіне рұқсат етіледі. Яғни имам не істесе соны істеген істеп қосыла берсін. Бірақ алғашқы мүмкіндікте жаттап үлгеру керек. Ең алғашқы уақытында. Өйткені ғылым үйрену әрбір мұсылманға парыз деген уақытта осы өзіне керекті нәрсесін үйрену парыз етілген. Соны үйреніп алу керек. Иә, ендеше намаз оқуды бастаған кісі алдымен намаз оқу кітапшасын алып, сол жаттауға қажетті нәрселерін, оған көп уақыт кетпейтін шығар, бірнеше күннің ішінде. Иә, 2-3 күннің ішінде толықтай намазды үйреніп алуына мүмкіндігі бар. Оған дайын емеспіз дейтін кісілер бар. Кейде біз намаз оқуға әлі дайын емеспіз дегенде, менің байқауымша көбінесе осы жаттаудан қашады. Яғни өте көп шығар деп ойлайды да жаттайтын нәрсе. Негізінде шындығында да өте көп па? Шындап келетін болсақ, намазды үйрену өте оңай. Ары кетсе 3-4 бет-ақ болады біз. Дұғаларымен, Құранның ішіне қосқанда баршасы 3-4 бет деген ол оп-оңай. Қытайдың тілін, ағылшынның тілін үйреніп жатқан адамдарға 3-4 беттен үйреніп ол деген не? Соны қайталап оқи береді. Бүкіл намаз бір намаз секілді қайталанып оқыла береді. Енді көпшілік кейде түсінбейтін мәселе осы ракат сандары. Мысалы, таң намазының 2 ракат сүннет, 2 ракат фарыз деп жатамыз. Осы ракаттарға бөліну жағын қысқаша түсіндіріп беріп кетсеңіз. Бұл намаздардың сүннет, парыз деп бөлінуінің себебі, парыз деген Алла тағаланың бекіткен тікелей әмірлері, ал сүннет деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қалдырмастан оқыған және бұның сауабы мол деген сүннеттерінен. Ертең адамның парыз намазы кем болып, орны толмай жатқан болса, сол сүннеттерін салып толтырады деген. Соның үшін осы сүннет намаздарын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалдырмай оқыған үшін біз де сүннет жолы бойынша оқып отырамыз. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың сөр сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Абай Құнанбайұлы. Енді ракат сандарын айтып берсеңіз, 5 уақыт намаздың. 5 уақыт намаздың рикағат сандары: таң намазы 4 рикағат, соның 2 рикағаты сүннет, 2 рикағаты парыз болып есептеледі. Песін намазы 10 рикағат. 10 рикағаттың алғашқы 4-еуі сүннет болады, сосын 4 рикағат тағы да парызы бар, соңынан тағы 2 рикағат сүннет оқылады. Ендеше ниет еткен адам осылай ниет етеді ғой, 2 ракат сүннетке ниет еттім, немесе 4 ракат парызға ниет еттім деп. Дәл осылай рикағат санын айтып ниет етеді. Сосын асыр намазымыз бар. Асыр намазымыз бекітілген 4 парыз. Осы 4 парызды оқып жатырмыз мешіттерде де. Бұның алдында бекітілмеген 4 сүннет бар. Бірақ бұл сүннет бекітілмегендігі үшін дәреті бар адамның да оқымай қалса, оған ешқандай күнәсі жоқ деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі бұған рұқсат берген. Яғни дәреті бар бола тұрады, оқымаса сұрақ жауап болмайды бұған. Ал енді оқыса сауабын алады. Сосын шам намазымыз бар. Бұл ақшам намазымыз 5 рикағат болады. Алдыңғы 3 рикағат парыз, сосын соңынан 2 рикағат сүннет оқылады. Ниет еткенде бірінші 3 рикағат парызға деп ниет етеді, ал сүннетін оқыған кезде 2 рикағат сүннетке деп ниет етеді. Одан кейін құптан намазымыз бар. Түнгі ең соңғы намаз бұл. Халыққа оңай болсын деп, жалпы өтірді де осы намаздың ішіне кіргізіп жатырмыз, артынан қосып оқысын деп. Құптан намазымыз 9 рикағат болып есептеледі. Яғни алдыңғы 4 рикағат парыз болады, одан кейін 2 рикағат сүннет, сосын артынан 3 рикағат өтір уажиб намазын оқып алады. Құптанның алдында бекітілмеген 4 рикағат сүннет бар. Енді бұны білетін кісілер бар, білмейтін кісілер бар. Бұл кітаптарда бар әрине. Оқыса бұған сауабын алады, оқымаса күнәсі жоқ. Бекітілмеген болды. Енді осы жерде бір сұрақ намаздың уақытына байланысты. Кейде мысалы бесін намазына байланысты көбінесе жұмыстағы кісілер мысалы сағат 1-де уақыты кіреді. Міндетті түрде намаз деген уақытылы оқылу керек қой, уақыты парыз. Енді міндетті түрде сағат 1-де оқуым керек дейтін кісілер бар. Осының 2 намаздың арасындағы жағын айтып өтсеңіз. Алла тағала Құран Кәрімде бізге намазды уақытысында оқыңдар дегені, пайғамбарымыздың хадистерінде уақытысында деген кірген уақытысы емес. Кірген мен шығатын уақытысының арасындағы уақыттың барлығы сол намаздың уақытысы болады. Мысалға 1-де уақытысы кіреді де, 3:30-да намаздың уақыты шығатын болса, асыр намаз кіретін болса сол уақытта. Сол асыр намазға дейінгі уақыттың қалаған уақытында оқып алса, уақытысында оқылғаны болып есептеледі. Мысалы асыр намазына азан шақырылуына 5 минут қалған кезде бесін намазын оқып алуына бола ма? Олай да болады, бірақ бұл дұрыс емес. Оншалықты кешіктірген дұрыс емес. Сол ыңғайлы уақыттардың ішінде оқып алған дұрыс, соған жеткізбей.
шам намазының уақыты шығып бара жатса, кешіккен адам қалай болады? Шам намазының уақыты шығып бара жатқан уақытта болса да қандай жағдайда құптан намазға дейін оқып алғаны жөн. Ал енді құптан намаз кіріп кеткен болса уақытысы, енді намаз қаза болып кетті болып есептеледі ғой. Бірақ соның өзінде қазан оқитын болса да құптаннан кейін емес, құптанның алдында оқып алғаны жөн. Шамды оқып алады, артынан құптанды оқиды. Ал егер жамағатқа келіп қалды, енді жамағат оқиын деп жатса мешітте, сол жамағатпен қосылатын болса, онда барып парызға қосылады да, одан кейін барып қазасын оқып алады намазды. Сол уақытысы деген құптанға дейінгі уақыт. 5 минут 10 минут қалған болса да оқып үлгеру керек. Осы аср намазынан кейін намаз оқуға болмайды деген бір түсінік бар халық арасында. Осы қаншалықты дұрыс? Мысалы, шамға жарты сағат қалған кезде оқуға болады ма аср намазы? Сол күнгі аср намазы болса оқуға болады. Күн батып бара жатса да сол күннің бір рикағатын асрдың оқып үлгерсе, онда оқып бітіре салсын деген, бітіруге рұқсат етіледі. Сол күн, ал бірақ нәпіл намаз, қаза намаз дегенді ол уақытта оқымай-ақ қойғаны жөн. Ендігі мәселе намазды мешітте оқу, жамағатпен оқудың артықшылығын айта кетсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің хадисінде салатул жамаати афдалу мин салатил фарди би 27 даража. Жамағатпен оқылған намаз жалғыз оқыған адамның намазынан 27 есе артық сауаптырақ деген. Енді өзімізде болсақ, егер бір тауықтың жұмыртқасын сатып жатқан болсақ та, үйден сатсаңыз 1 теңгеден болса, базарда 27 теңгеден болса, базарға алып барады ғой ақылды адам. Тура сол секілді жамағатпен оқу 27 есе артық сауапты болғандықтан мешітте оқуға талпыну керек. Бұл біздің ханафи мазхабымыз бойынша бекітілген сүннеттерден. Кімде-кім мүмкіндігі болса, азанды еститін жерде болатын болса, міндетті түрде мешітке келуі шарт деп айтылған. Келіп мешітте оқысын деп. Енді кейде осы намазда жамағаттан кешігіп қалатын кісілер бар. Мысалы, 5 намазына келген кісі жамағат парыз намазын оқып жатқан кезде келеді. 2 ракатын аяқтап қойған. Қалай қосылады? Келген кезде имаммен бірге жамағат қай уақытта қаншасыншы рикағат оқып жатқан болса, сол жерден қосылады. Қай халде болса да, сәжде жатқан болса, сәждеге халіне барып, тек қана бірден келеді да, Аллаху акбар деп ниет қылып, такбир жасап, бірден қосылады. Имам қандай халде болса. Қол байлау шарт емес қой? Жоқ, қол байлау шарт емес. Бірден такбир алады да, содан кейін бірден қосыла береді. Сон қосылған уақытында 2 рикағат өтіп кеткен болса, бұл 3 пен 4 имаммен бірге оқиды да, қалғанын имам оң жаққа сәлем береді, сосын солға қарай сәлем берген уақытында орнынан тұрады да, үлгермеген рикағаттарын оқып алады. Мысалы, намаз жамағат оқып жатқан кезде жамағат бастап кетіпті ғой, мен күте тұрайын, кейін өзім оқимын деген. Бұл пікір дұрыс емес. Бұл пікір дұрыс емес. Өйткені адам қай жерден үлгерсе, жамағатқа сол жерден қосылуы ең дұрысы. Сүннет бойынша осылай. Одан кейін жүгіру мәселесі. Намаз оқып жатқан кезде жүгіруге болады ма? Оған асығып қосылайын, ертерек үлгерейін деген мәселе. Ондай пікірдегі адамдар болады кейде, бірақ бұл дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде, сендер намазға келген уақыттарыңда асықпай, сендердің бойларында бір тыныштық болсын дейді. Жүріп келіңдер дейді. Жылдамырақ жүрген дұрыс, бірақ жүгірген дұрыс емес. Келіп үлгерген имаммен бірге оқиды да, үлгермеген толықтырады өз кейін. Бірақ жүгіру дұрыс емес. Кейбір адамдар жүгірген бойда келіп, ентігіп, ырсылдап тұрып, не оқып, не қойғанын өзі білмей қалады. Онысы дұрыс емес. Ал енді осы намазға ертерек келудің, алғашқы саптан орын алудың артықшылығы бар ма? Расында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріндегі және Құранның аяттарындағы намазға асығыңдар деген сол ертерек келуі. Тіпті бір хадис шәрифте айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда бірінші сапта тұрудың артықшылығының сауабын білетін болса, адам жеребе тастайтын болса, жеребе тастайтын еді дейді. Сөйтіп соған асып келетін еді. Ал тіпті аяқ қолы сал адам болатын болса, еңбектеп болса да келетін еді бірінші сапқа деген. Бірінші саптың сауабын білгенде деген артықшылығы. Соның үшін бірінші сапқа үлгеру үшін ертерек келуді намаздың әдебінен деп бекіткен. Одан кейінгі мәселе, мешіт болғаннан кейін адам көпшілік көп. Сол жерде мысалы намаз оқып жатқан адамның алдын кесу мәселесі, оған кедергі жасау мәселесі, немесе өзі намазға тұрған адам алдын кеспеуінің жағдайын жасауы, осы жағынан айта кетсеңіз. Бұл намазымызда алдын кеспеу үшін бір белгінің қоюын сутра деп айтады. Бұл сутраны қойып алған дұрыс адамның, өзінің алдын біреу кеспесін деп. Өйткені намазда сәжде жасайтын жеріне дейінгі жер осы кісінің жері болып есептеледі, сол жерлерге алдына қойып қойған жақсы. Ол тізеден жоғары бір нәрсе қойып қойған ең абзалы. Болмаса одан төменде енді қояды. Алдын кеспеуге тырысу керек. Немесе бір бағандар болса, немесе басқа да бір алдынан адам өтпейді деген жерге тұрып оқығаны сонысы дұрыс. Ал енді бір бөтен адам намаз оқып жатқан болса, оның алдында кесіп кетуіне болмайды. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде тіпті
керек болса бір хадисте арбаина харифан деп айтқан, 40 жыл болса да күтетін еді деп айтқан. Ал кейбір риwаяттарда мынанша уақыт күтетін еді деп 40 деп айтып тоқтап қалған. Ар жағында 40 жыл ма, күн ба, сонысын ұмытқан риwаят еткенсі. Бірақ басқа хадистерде 40 жыл болса да күтетін еді сол жерде өтпей деген. Күнәсі өте ауыр екен деген. Бірақ адам ойламасын. Намаз оқып тұрған адамның алдын біреу келіп байқамай кесіп өтіп кеткен болса, намазы бұзылмайды. Күнә жаңа кісіге болады. Соны өткізбесін деген әдейі. Күнәһар қылмау үшін. Ал айтпесе, сіздің намазыңызды бұзып кетпейді ол. Кейбір адамдар менің алдымда кесті, намазым бұзылды деп намазын бұзып кетіп қалатындар бар. Ондай дұрыс емес ол. Намазын жалғастыра беру керек. Одан кейін кейде мынандай жағдайларға тап боламыз. Мысалы, намаз әлі бастамаған кісілер мешітке келеді. Дәл сол уақытта намаз уақыты болып қалады. Мысалы, мешіттің, әсіресе үлкен мешіттердің анау арғы басындағы қатарларда жамағат намаз оқып жатыр. Мынау кісі кейде сол жамағаттан қалмайын деп арасында бір 20-30 метр артта тұрып, өзі бөлекше ниет етіп сол жамағатқа қосылғандай болып тұрады. Осы дұрыс па? Арақашықтық қанша болу керек? Ол арақашықтық дегеніміз біздің ханафи мазхабымыз бойынша 2 саптан ұзақтау сияқты жерден ұялмайды ол кісі. Соның үшін жамағатқа келу керек екендігі осыдан міндеттелген. Айтпесе, жамағаттың әр адам әр этажда тұрып та оқи берсек, мысалы, онда қалай болады? Имам дауысын естіп тұрмыз деген бұл ұйу емес. Жамағатқа барып қосылу керек. Алғашқы сапты толтыру керек. Одан кейінгі алдыңғы тұрған сап қайсы бос жері бар, сол жеріне барып тұрып толтыру керек сапты. Осы дұрыс. Яғни ол жерде тұрғаннан гөрі жамағатқа барып қосылып, солармен бірге сөзін білмесе де, солардың жасаған жасаса, осынысы сауап болады. Өйткені еш нәрсе айтпаса да имамға ұйған адам сол имаммен бірге жасап намазын өтеген болып есептеледі. Одан кейін кейде осы жамағат арасынан байқаймыз, намазға жаңа келген кісілер бірден байқалады, намазда тұрады, жан жағына алақтап, қарап, өзгелер не істеп жатыр екен деп тұрады. Осы жан жаққа қарау мәселесі, қимылдап тұру мәселесі қалай болады? Бұл енді білмегендіктен солай жасап жатыр деп есептейміз ғой бұл кісілерді. Ал айтпесе, намазды білетін болса, сәл де болса бір кішігірім хабар бар болатын болса, еш жаққа алақтамай тұратын еді орында. Өйткені тыныш тұруы, тек қана алдын көзін сәйде жасайтын жеріне қарап тіке тұруы осы сүннеттен. Бір күні Абу Бакр радиаллаху анху бір кісінің намазда үсті басын тырнап, ары бері қимылдап тұрғанын көрген кезде, егер мынаның жүрегі Аллаға беріліп тұрса, денесі де Аллаға берілетін еді деген. Соны көріп ашуланғандығы, неге бұлай қимылдап тұр деп. Соның үшін намазда тұрған адам қимылдамай, жан жағына алақтамай, жанында кім тұр екен деген сияқты ойында бөлместен Алла тағаланың көріп тұрғанын сезініп, Аллаға беріліп тұру керек. Жүрегі берілгенде деген сөз айтып қалды. Осы жүрегі берілу, мысалы кейде осы хушу деген сөз айтылып қалады. Осы мәселені қалай қалыптастыруға болады? Мысалы намазға бір кісілер шынында да сырттан қараған кезде сондай бір беріліп оқып жатады. Кейбір кісілер ондай деңгейге жете алмаймыз деп соған қызығып жатады. Соған бір жетудің жолдары қайсы? Бұған жетудің жолы ең бірінші Алла тағалаға деген тақуалығы, Алладан қорқуы және намазға тұрған уақытта Алла тағаланың алдында тұрғандығын сезінуі. Оны сезіну болмаса Алла тағаланың өзін көріп тұрғандығын сезуі. Осы шарт. Мені Алла тағала қазір көріп тұр, бақылап тұр, жан танымды көріп тұр менің деп, бүкіл жүрегін Алла тағалаға беруге тырысу керек. Ойынның баршасын бір Аллаға құлшылық жасап жатырмын деп, солай қарай дұрыстайтын болса, реттейтін болса, ойын бар. Алла тағала оған сондай хушуды береді өзіне. Сондай рахаттықпен намазын оқиды сонда. Ал енді осы намаздың қалай оқылатынын шама шарқымызша түсіндіріп өттік. Енді кімдерге парыз екен бір қайталап шегелеп өтсеңіз. Намаз оқу кімге парыз? Намаз бірінші парыз болу үшін ақыл-есі дұрыс болу керек адамның. Мұсылман адам болу керек. Одан кейін кәмілет жасына жеткен болу керек бұл адам. Сонда адамдарға намаз оқу парыз болады. Осындай адам. Ақыл-есі дұрыс болса, кәмілетке жеткен болса, өзі мұсылман болса. Яғни 50-ге келуі, 60-ға келуі жасының ол шарт па? Жоқ, ондай емес. Бізде кейбір осындай бір қате түсінік орнауы мүмкін. Мен пенсияға шыққаннан кейін оқимын. Я болмаса бір уақытысы келгенде, Құдайдың қалаған күні оқимын деу мүмкін адамның. Түрлі себептер айтып. Бірақ қараңыз, шариғатымызда өзіңіз ақыл есіңіз дұрыс болса, мұсылманмын деп есептесеңіз, өзіңізді кәмілет жасына жетіп тұрған болсаңыз, сізге намаз оқу парыз. Алланың қалағаны, әмірі осы. Орында деп бізге беріп тұр. Ал енді біз пенсияға дейін деп жүргеніміз ол дұрыс емес. Бізде 63 жаста пенсияға шығатын болса адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 63 жасында дүниеден өткен, ол бәрін бекітіп беріп, қараңыз, қайтыс болған жыл. Біз сол жасты сонда күтіп жүре береді ме? Ол ондай емес. Ақыл-есі дұрыс адамға намаз парыз болып тұр. Енді сұхбатымыздың соңында осы намазды үйрену мәселесі.
қазір мынау көптеген қоғамда орын алып жатқан діни ахуал жағдай көп халықты мешіттен, намаздан, иман, ислам деген ұғымнан шошындырып жатқанын байқалады. Көп адам бала шағасын мешітке жібергісі келмейді. Бармай-ақ қойшы, мешітіңе бармай-ақ қойшы, мешітке жоламашы деген пікірлер аз болса да естіліп қалады қоғамнан. Сондай кісілерге ол дұрыс емес екендігін қалай жеткізесіз? Бұл біздің бала шағаларымыздың, жастарымыздың осындай қате ағымдардың, бір секталардың жетегінде кетуінің себебі мешітке келмеулері негізі. Ата-анасы былай деп ойлайды: баламды мешітке жіберсем жаңағыдай бір ағымға еріп кетуі мүмкін деп, ағымның жетегінде кетіп қалуы мүмкін деп қорқады, жібермейді. Бірақ бала мектепке барады, университетке барады, сыртта сөйлесіп, сырттан қайта еріп кетеді. Ал егер шынайы мына дәстүрлі дінімізді, ата бабамыздан келе жатқан дінімізді үйренсін деп имамға келіп тапсыратын болса, ол бала еріп кете ма бір жаққа? Ермейтін еді ғой. Соны нақты тапсыру керек, имамға барып, мына баламды оқытып беріңдер менің, дұрысын үйренсін деп имамға алып келіп тапсырса, ол бала ешқашан бір ағымның жетегінде кетпейді. Ғазиз Нұртайұлы, Алла разы болсын дейміз. Уақытыңызды бөліп, осы халқымызға 5 парызымыздың бірегейі намаз туралы көп кісілердің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап бергеніңізге, отбасыңызға береке, деніңізге саулық тілейміз. Құрметті тыңдарман бауырлар, аз ғана уақытты осы намазды жаңадан бастаған кісілерге арнаған болдық. Әрине осы Ғазиз бауырымыз айтқандай, бұл мешіттер 12 ғасыр бойы ата әжелеріміз ұстанып келген дәстүрлі дінді жалғастыратын бірден бір орын. Баламыз осы мешіттің имамдарынан келіп намазын үйренсе, ғибадат құлшылығын үйренетін болса, еш уақытта қателеспейді. Еш уақытта мешітпен байланысы болған кісі ата-анасына қарсы сөйлемейді. Иба, иман, көркем мінездің бәрі имамдардан, дәстүрлі мешіттерден үйреніледі деген сөзбен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Уахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.